армысыздар тыңдармандарым, өмір теңіз арнасына қош келдіңіздер. Әңгімем басталмас бұрын арнама жазылып осы видеома лүпіл басып қойыңыздар. Рахмет. Тастандының тағдыры. Авторы Дәлелбек Батыр. Бұлар қожалыққа таяғанда таңнан бері тоқтамай төгіп тұрған жаңбырда толас тапқанда екпіні басыла берген. Күн ыстықта шаңы аспанға шығып жататын күре жол қазіргі сәтте сары батпақ пен лай суға айналып жеңіл машинаның жылдамдығын қатты тежеп келе жатыр еді. Кешегі уыз сүттің кеспіріндей ақ машинаның сырт көрінісі көрден шыққан көр тышқандай қап-қара қожалақ бірдеңе. Көктен сорғалаған ақ жаңбыр машинаны қаншама жуғанымен жолдан ұшқан лай су оған дес берер емес. Мейлі, машина кір болады екен деп жаңбырға тосқауыл болуым керек пе? Деп шайықпай жолдың сол жағында орын тепкен жатаған бұта қарағандар мен оның айналасындағы кең жайылымға жанар сүзді. Бұл жақында ғана шөбі шабынып маяланып қойған шабындықтың орны. Қазіргі кезде ұшы-қиыры көкжиекке барып тірелетін осынау берекелі жайылым қожалықтың меншігі істетпес. Қыс түсіп қар жауғанға дейінгі малының мекен жайы. Көз ұшында қарайып біраз мал жайылып жүргенге ұқсайды. Бұл ерге қосылмайтын Жайықбайдың саяқ жылқылары еді. Ұзын саны 20-дан асып жығылады. Жылдағы қысқа соятын соғымы да осылардың ішінде. Әйтеуір өздерімен өздері болып, күн-түн демей ауыздарын жерден алған емес. Сондықтан да желтоқсанның ортасында сойған кезде май қанынан жарылған семіз болып шығатынына Жайықбай совхоз кезінен ақ куә болып келе жатыр. Анау Гүлназираның пәтерінің иесіне де осындай бір жуан бойдақ жылқыны былтырғы қыста басып берген. Сөйтіп жылқы етінің құдіреттілігінің арқасында қызының пәтер ақысы әжептәуір арзанға түсіп еді. Екі ортада делдалдық қызмет атқарып, студент кезінен оңтүстік Астанада бір жола қоныстап қалған жерлесінің де еңбегі аз болмаған. Оған да керек адам ғой, ренжітпейін деп Алматыға қызмет бабымен барып жүрген екінші ұлынан 2 жасар тайынша сойып берген еді былтырғы қыста. Сол жерлесінің тигізіп жүрген жақсылығы жетерлік. Жайден жай қарап отырмасын деп былтыр 1 жылға академия демалыс алған қызын жұмысқа орналастыруға қол ұшын бергенде сол жерлесі еді. Әлгі ағайынның азары болса да безері болмайды деген осы да. Бір жағынан Жайықбайдың беделі мен оның дариядай тасыған байлығы да себеп болған шығар. Қазіргі заманда атақ пен ақша ғана өмірдің өзегіне айналып, сүт бетіне қалқып шыққан қаймақ сияқты көзге бірден ілінетін болды емес пе? Бір аяқ асқа жарымай, жалқаулықтан сал бөксе боп үйінде отырған пендеге кім қол ұшын беріп, кім оны сыйламақ? Адам мен адамды бір-біріне жақындатып бір-бірін сыйлататын да осы тақ пен соның арқасында келетін қыруар ақша мен дәулет екеніне ешкімде күмәнданбаса керек. Жайықбай іштей масаттанып, өріске бет алып бара жатқан мыңғырған қойды көріп, ішінен тәубе деп жымиды. Осы сәтте машинаның гүрілін естіп, қарасын көздері шалған екі ит құйрықтарын аспанға едірейтіп, осылай қарай шапқылай жөнелді. Бұлар осында қандай қонақ келмесін, әйтеуір соларды еңкеңдеп үре қарсы алатын жомарттың тайыншадай 4 итінің ішіндегі ең бір қырағылары еді. Жаңбыр толастап, айналадағы табиғат көп уақыт бойы бұйығы күйінен айырылып, бір сілкініп қалғандай әсер танытқан. Қарғалар мен сауысқандар да көптен күткен ылғалға қуаныш сезімін білдіргендей далбақтап ұшып мәре-сәре болысып жүр. Арсалаңдай келіп қарсы алған бір төбет пен бір жылмаңдаған ақтөс тазы өздеріне бұрыннан белгілі болған машина мен оның ішінде отырған көз таныс адамдарға сарғыш көздерін бір-бір қадап алған соң шошайған құйрықтарын түсіріп, сендер екенсіңдер ғой деп машинамен дауыс шығармай жарысып, отағасы Жомарттың үйінің қасына келіп тоқтаған соң, ештеңені күтпестей жайылымға бет алған отардың соңынан ұшырта жөнелді. Жайықбай мен Ханымгүлді келіндері мен немерелері күтіп тұр екен. Келінің аяғы ауыр. Құдай қаласа қысқа дейін бір шілдехананың болары анық. Бәрі де қауқылдасып, бір-бірін құшақтап, көптен көрмеген ағайындардай сағынысып қалған екен. Екінші келіне қарағанда үлкен келіндерінің мінезі биязы, иі жұмсақ. Ата мен ененің айтқандарын екі етпей орындауға қашанда дайын. Барлық шаруашылықтың есеп-қисабы осы келіндерінің қолында. Кезінде совхозда да есепші қызметін атқарған тұғын.
Қожалықтан түскен әрбір пайданың кейін тебенін есептеп, әрбір 90 сайын Жайықбайдың алдына жайып салып отырады. Қайын атасы да есепке жүйрік адам ғой. Келінің жұмысынан ешқашанда иненің жасуындай кілтипатын таппайды. Кейде мұнда еңбек етіп жүргендер маңдай ақыларын малмен алады. Ал ақша қажет болғанда келінің сейфінде қолма-қол ақшада жетіп артылады. Жомарт апта сайын ауданға барып, қымыз сүт өткізіп, одан түскен қаржыны шып-шырғасын шығармай әйелінің қолына келіп тапсырады. Үйдің берекесі әйелдің қолында ғой. Бұл жағынан Жайықбай келіне имандай сенеді. Ханымгүл келіні мен немерелермен үйге кіргенде Жайықбай сәл кідіріп, шаруа қожалығының жай-жапсарын білуге солай қарай беттеді. Бұрын совхоздың шопаны мекендеп келген базды кейін кеңейтіп, қысқы қора мен жазда қой қамалатын қоралардың іші сыртын бүтіндеп, электр желілерін тартқан. 15 шамға арналған шағындау келген жапон электр қондырғысы көп жанармайды да қажет етпейді екен. Бензин құятын құтысын бір толтырып қойсаң, 2 күн 2 түнге еркін жетеді. Ал жанармай толтырылған 1 тонналық цистерна кірпіштен өрілген шағын үйшіктің ішінде орналасқан. Кезінде әуелі цистернаны орналастырып, кейін оны айнала қоршай кірпішпен қалаған. Есігінде дәу құлып тұр. Ал бензинді шағын терезеден шлангыны өткізіп құяды. Мұнда да құлып ілінген, қауіпсіздік шаралары қатты ескерілген. Ал оның кілттері Жомарттың қалтасында. Жайықбай Жомарттың мұқияттылығы мен жауапкершілігіне іште риза боп қалды. Түнімен шелектеп құйған жаңбыр айналаның бәрін шұқанақ суғаларға толтырып құйыпты. Биылғы көктемде туған төлдермен есептегенде ұсақ малдың жалпы саны 1000 жарымнан асып жығылады. Мұндағы барлық малдың нақты есебі де Жомарттың дәптерінде жазылған. Тіпті былтыр сатылып алынған компьютердің ішінде де ізден тауып алуға болады. Бұл іске шебер келіні мен 2 немересі. Жалпы шаруаның орнынан қаз тұрып, біраз жыл бойы дөңгелеп келе жатқанына барын салған бас фермер. Бірақ ресми түрде ауыл әкімі деген лауазымы бар. Осы әулеттің отағасы Жайықбай еді. Құдай біреуге тақ береді, тақ арқылы бақ береді деген осы ау. Жайықбай 2 гектар жерді еркін алып жатқан кешенді ерінбей жалықпай қарап, оның әрбір нүктесіне мұқият көз жүгіртіп, көңіліне жақпаған жерін санасына түйіп, сонда тұрып еңбек етіп жүрген адамдармен сөйлескен соң, шеткері тұрған Жомарттың еңселі үйіне таяғанда, қымыз тиеген ұлының сарғыш уазигі де үйіне жақындап қалған еді. Шіркін, баланы жасынан еңбекке тәрбиелеген қандай жақсы. Ерте ме кеш пе ол да өз жемісін береді. Біздің балалардың бәрі де еңбекқор, шетінен өмірге бейімделіп өсті. Ал кейбір бастықтардың балаларында көріп жүрміз ғой. Әбден әке-шешелерінің мойындарына мініп алған. Өз беттерімен ештеңе тыңдыра алмайды. Тіпті бір болт бұрай алмайтын, бір шеге қаға алмайтын кешелерді де көріп жүрміз. Солар жаман айтпай жақсы жоқ. Ертеңгі күні ата-аналарының көздері тайған соң, әрі қарай қалай өмір сүрмек? Әке-шешелерінің сауып берген иномаркілерін қанша уақытқа дейін теппек? Ол да мәңгілік дүние емес. Ерте ме кеш пе, әйтеуір ол да тозады. Ал содан соң есік алдындағы тақтай орындыққа жайғасып, қиялына ерік беріп отырған Жайықбайдың ойын Жомарттың «Ассаламағалейкум көке, келіп қалдыңдар ма?» деген майда қоңыр дауысы бөліп кетті. «Амансың ба балам?» деп Жайықбай орнынан көтеріліп, өзінен әлде қайда денелі, бойы да бір шама ұзын, қырқа келіп қалған ұлының бетінен жүрегі елжірей сүйді. «Қалай жағдайларың, жақсы ғой?» «Иә көке, өзің де аралап көріп жүрсің ғой. Тек бір ғана шығын бар». «Қандай шығын?» деп Жайықбай ұлына жалт қарады. «Адамдарың аман ба?» «Әрине аман. Енді ше?» «Бұрыннан бері әрең жүрген бір кәрі көксау қой бар еді. Соны ертең ана шопандарға сойып етін бөліп алыңдар деп айтайын деп жүргем. Сол қой өліп қалыпты». Жайықбай ұлының сөзіне мырс етіп күліп жіберді. Жомартқа қарап еді, бір түрлі қобалжып тұрғанға ұқсайды. Жарайды. Бір қой деген не тайыры, қайырлы шығын болсын. Сойып етін алысқа апарып өртеп жіберіңдер. Мүмкін жұқпалы ауру бар шығар». «Жоқ көке, ондайдан Құдай сақтасын. Жасы келген кәрі қой. Мүмкін түнімен құйған жаңбырда өлімін жеделдетіп жіберген болар. Малды жабық қораға неге қамағансыңдар? Ана шопандарың немене? Мұндайға назар аудармаушы ма еді?» деп Жайықбай отардың орнын күреп, түні бойғы жаңбырдан кейін пайда болған лай мен кір қоқысты тазалап жүрген шопанға назар аударды. «Көке-ау, кеш батып қараңғы қоюланғанға дейін ауа қапырық болып жылы тұрды ғой.
Түн ортасында жаңбыр құяды деген ой басымызға келмепті. Ауа райын болжағыштарда жаңбыр болмайды деп ескерткен. Жайықбайдың кей сәттерде аңқаулығы да жоқ емес еді. Кешегі күнді еске түсіргеннен кейін ғана ұлының сөзіне иланды. «Иә, солай екен ғой», деп күлді отағасы. Синоптиктер соңғы кезде жиі алжасатын болды. Бірақ оларды да түсінуге болады. Бұл заказбен келген жауын. «Қалайша?» деп Жомарт әкесіне таңдана сұрақ қойды. «Заказбен қалай жаңбыр жауғызуға болады?» Баламысың деген, сенің жасың 40-қа келсе де маған әлі бала боп көрінетің рас, деп Жайықбай ұлының ұйпалаған шашынан сипалады. Өткендегі алған қара қойды білесің ғой, ендеше осы жаңбырды алып келгенде сол қара қой. Қалай болды екен? Деді Жомарт та тіктеп сұрақ қоюға именгендей басын төмен иіп. Егер қара қойлардың мұндайға қасиеттері жететін болса, әлі де ондай қойлар баршылық. Жоқ, биылғы ылғалға жол ашылды. Сол қара қойдың өзі де бірер айға жететін болады, деп Жайықбай көз ұшында өріске бет алып бара жатқан отарға көз салып өтті. Соңғы кезде жаңбыр жаумай малдың да берекесі кете бастады ғой деймін. Күні бойы ыстыққа шыдамаған малдың күйі де кете бастағандай. Жайылғаннан көрі демігіп жатқандары көбейіп кетті. Содан соң анау өзеншенің деңгейі де түсіп барады, деп Жомарт осыдан қозы көш жердегі селдір өскен тоғайды нұсқады. Осының бәрі адамның да жүйкесіне тиеді екен. Жарайды, осыдан соң бәрі де дұрыс болады балам, деп Жайықбай оңтүстік жақтағы қатар-қатар тізілген маяларға қарады. Ұлының жасаған шаруалары көңілінен шыққан Жайықбай іште қатты қуанып тұр еді. Бірақ көлденең жағынан көкірегін шым еткізген тосын ой манадан бері көңілі жұмақтың төріне барып жайғасқан отағасын бір сәт таудан сырғыған көшкін сияқты әп сәтте ала құландырып жібергендей болды. Мұнысы сырт пішінен білініп тұрса да ұлына білдіргісі келмей теріс айналып кетті. Сол баяғы қызы Гүлназираның тағдыры соққан қиындай үйіріліп Жайықбайдың көз алдына келіп тұра қалған. Кейде әке жүрегі де осындайға төтеп бере алмай әлсіздік танытады екен. Содан кейін қиялын әскердегі ұлына бағыттады. Жүгермек өзі тіленіп кетіп еді. Қызметін қалай өтеп жүр екен? Құдай қаласа осы күзде келіп те қалар. Әр алуан ой құшағына оранған отағасы Жомарттың үйге кіріп кеткенін де байқамай қалды. Жайықбай жаңбырдан кейін дүр сілкініп, жылы ауа әсер етіп бусана бастаған айналадағы табиғатқа қызыға да қуана қарап отыр. Аспанды торлаған қорғасын бұлт та бірте-бірте шығысқа қарай жөңкіліп, шілденің ыстық күнінің тегеуріне төтеп бере алмай уақыт өткен сайын қатпары жұқарып сұйыла бастаған секілді. Енді бірер сағаттан соң аспан шайдай ашылып, түнімен жаңбырға нысана болған әр алуан өсімдік атаулы кеуіп, олардың бойларына тіршілік нәрі жүгіріп, салбыраған бастарын тіктеп, күнге қуана қарайтын болады. Міне, аспаннан түскен ылғалдың құдіреті қандай. Шашырай жайылған малдарда көптен бері нәрі кете бастаған шөптің орнына бойларына шыр жүгірген сөлді өсімдікті сүйсіне шайнайтын болады. Жайықбай көз алдындағы көріністі тағы да қанша уақыт ойлана тамашалап отырарын кім білсін. Егер үйден Ханымгүл шығып, отағасы, ойланып қалыпсың ғой, балалар кетуге дайын отыр, үйге кір шай ішеміз, деп ойына тұсау болмағанда. Жай әшейін, Құдай тілегімізді берген соң айналаға көз жіберіп, қарап отырғаным ғой баяғы. Құрғақшылық деген ол адамның да, малдың да соры ғой, деп Жайықбай орнынан маңғаз көтерілді. Жомарт та барады ғой. Әрине, қымыз бен сүт апармай ма? Ұлының дастарханы жайнап тұр. Бүйірі қампиған күрең бауырсақтар, аспандағы айдай дөңгеленген шелпектер, қой етінен дайындалған сірне, әр жерде шағын кеселерге құйылған жас кілегей, қант, кәмпит, тосап, әйтеуір құрметті қонаққа жайылатын дастархан неге болса да жайнап тұр. Келіні де соңғы дәнін столға салатын жомарт кісі. Бір ұл бір қыздан кейін талай жыл бойы бала көтермей келіп, енді міне Құдай қаласа бірер айдан соң осы үйдің бастары тағы бір адамға толығайын деп тұрған жайы бар. Жайықбай дастарханға бата жасап, соңғы сөздерін тағы да бір немересінің жарық дүние табалдырығын аман есен аттауына арнаған еді. Шіркін, баланың көп болғаны жақсы ғой. Өскен соң өзіңе қамқор, көмекші болады, деп Жомартқа қарады. Ол қайда? Оны мен соңғы кезде атқа үйретіп жүрмін. Төселіп келеді.
Сауын кезінде өрістегі биелерді айдап келеді. Оқу бітірген соң ветеринар болам дейді. Бұл қадамы да құптарлық екен. Мал дәрігерін ауылдан апарғанша өз қасыңда жүргені жақсы ғой, деп Жайықбай қуана күлді. Аттан жығылып, оқыс болмасын байқа балам, деп Ханымгүл іштегі қаупін жасырмады. Бұрын атқа мініп үйренген, оған ештеңе ете қоймас, деп келіні де сөзге араласып жуып шайған болды. Әбден үйреніп алды. Келесі жылы оқу бітірген соң міндетті түрде мал дәрігері болам дейді. Шаруан бәрін қаншама жыл болды көріп біліп, малға әбден бауыр басты. Дұрыс. Қазіргі кезде екінің бірі экономист немесе заңгер болды ғой. Жұмыс таба алмай сенделіп жүргендер қаншама. Жұрттың бала шағасына дейін ойлайтындары ақша, қалай баюдың жолы. Дей бергенде Жайықбайдың сөзін әйелі бөлді. Сен баюды ойламай жүрсің бе? Кемпір-ау, баюдың да неше алуан жолы бар емес пе? Біреу таза еңбегімен, күш-қуатын жұмсап байиды. Енді біреулер жауапты жерде отырып, пара алып дәулетті болуға тырысады. Екеуінің айырмашылығы жер мен көктей ғой, солай емес пе? Солай, деп әйелі келіскендей болды. Жұрттың барлығы танитын болсаң, ауылда пара да алмайсың. Өйткені абырой беделің түседі. Ауылдастарың сыйламайтын болады. Кемпір-ай, сен мен бір пара алуға құлшынып жүргенде ақ сөйлейтінің не? Басқа, бірақ өмірі біреуден бір тиын алып көргем жоқ. Қайда барсам да, ісім ақ, артым таза. Мына отырған балаларды да тазалыққа тәрбиелеп келем. Жерді де белінен басып алғам жоқ. Совхозда істеген бір әулетке тиісті аумақты алдым. Басқалардың да маған өкпе-реніштері жоқ. Өздеріне тиісті жерлерін алды. Жарайды, осымен әңгіме бітті, деп Жайықбай үнсіз отырып тамақ ішуге кірісті. Гүлназира туралы да артық ауыз сөз болған жоқ. Бағана Жайықбай біраз уақыт қожалықтың қыр-сырын тексеріп жүргенде Ханымгүл келіне бәрін де тәптіштеп айтып берген еді. Дастархан басында алдын ала құрылған жоспар бойынша Жайықбай мен Ханымгүлдің келіні және немересі бір аптаға отағасының үйінде Ханымгүл Алматыдан оралғанға дейін қалып, үлкен үйдің шаруасын реттейтін болып келісілді. Жомарт қымыз бен сүтін аудан орталығындағы бұрыннан бері алып жүретін адамдарына өткізіп, бүгін кештен қалмай осы қожалыққа отбасы мүшелері қайтып оралғанша бір өзі қожайын болатын болды. Әрине, бәрі де жақсақ. Алайда Алматыдағы қыздары Гүлназираның жағдайы қалай болар екен? Ханымгүлдің ойы осы жалғыз қызының тағдыры төңірегінде өрбиді. Төрегелді мен Гүлістанның шаңырақ көтергеніне де біраз жылдың жүзі болды. Тағдыр неге бұларға осыншама қатал болғанын бір Алла тағаланың өзі білмесе, оның байыбына ешкім де бара алмас. Тірі пендеге қиянат жасамағаны да, бір-біріне сүйіп қосылғандары да өздеріне аян. Ендеше не болды? Неге бұлар осы уақытқа дейін бір нәрестенің балғын иісіне зар болып жүр? Өздерімен бір мезгілде үйленген құрдастарының алдыңғыларының 2-3, соңғыларының бір баласы бар. Солардың папа, мама деп әке-шешелеріне қарай жүгіргенін көргенде Төрегелді мен Гүлістанның жүректері шаншып, іштегі борандай соғып өткен қызғаныштан жарыла жаздайтын. Бірақ санада пайда болған ашкөз сезімдерін сыртқа шығармауға тырысатын. Өйткені тағдыр біреуге бақ береді, біреуге бала береді. Ешкімде жаратқан неге ықпал етуге қауқарсыз. Көпшілік болған соң олардың арасында кімдер болмайды десеңізші. Ағы да, қарасы да, көңілшегі де, арамзасы да, қамқоршысы да, қайырмысыз да, шашетектен. Бәріне бірде жақсы көрініп, жағынуың да қиын. Көптің аузына қақпақта болмайсың. Оттай лаулаған қызыл тілдер не айтсам десе де ерік өздерінде. Өмірден ұрпақсыз өтіп келеді. Қаншама жыл өтсе де пұшпағы қанамай келе жатыр деп кейбір бейпылауыз санасыз біреулер ашы тілдерін Гүлістанға бағыттаса, енді бір жойдасыз, көргені жоқ, көр соқырлар белсіз ыншық неме, бала таптыруға да қауқарсыз болғаның ба деп Төрегелдіге соқтығатындары бар. Міне, осындай адамның құлағынан кіріп, санасын жаныштайтын, қадамыңды құрыстырып, қабағыңды тырыстыратын сөздерге ерлі-зайыптының нысана болғандарына қаншама уақыт өтті. Бір-бірін жамандыққа қимайтын, кемшіліктеріне асқан төзімен, жанашыр сезімен, кең пейіл кешірмен қарайтын оларға соңғы кезде осы әңгімелер ой тастап, бір шешім қабылдауға мәжбүр еткен сияқты. Құрсын, дұшпандарға табаланып, өмір бойы осылай жүре береміз бе, Гүлістан?
Жасымыз болса келе жатыр. Бір шикі өкпені ескемей жүре береміз бе, не істейміз? Маған әрине жұрттың сөзі ешбір әсер етпейді. Дегенмен ойланайық деп кешкі астарын ішуге отырған Төрегелді шай құйып отырған әйелі Гүлістанға қамыға қарағандай болды. Сонда не істеуіміз керек? Дәрігерге көрінсек қайтеді деп Гүлістан да күйеуінің ішкі сезімін түсінгендей байсалда жауап қатты. Қаншама жыл қаралмай жүріп, енді барамыз ба? Жоқ, болмайды. Бір-бірімізге кінә тағып, кейін ренжісіп жатуды қош көріп отырғам жоқ. Деп Төрегелді қызыл шырайлы келген, қолаң шашты, қыр мұрынды, салқы төсті, ажары бір басына жететін сүйкімді әйеліне елжірей қарады. Қара торы жүзі, шашы бұйра келген, үлкен қоңыр көзі қашанда нұрланып тұратын, бойы ортадан сәл биік, шымыр денелі жігітте қыздар бірден назар аударатындай тым көрікті еді. Гүлістан күйеуінің сөз төркінін бірден түсіне алмай сұрақ қойды. Сонда не айтқың келеді, Төрежан? Мен түнде түс көрдім, Гүлеке. Сол түсім мені неше алуан қиялдарға жетеледі. Қандай түс? Жұмбақтамай айтсаңшы? Деп Гүлістанның құштарлығы белең алып, бота көздерін күйеуіне аударды. Соны саған айтайын деп ойлап отыр едім, бірақ алдын ала қауіптенбе, деп Төрегелді келіншегіне ескертуде жасап өтті. Түсім жаман емес сияқты, үйіміз сәбилі болыпты екен деймін. Бірақ ол баланы Алматыдан алып келген екенбіз деймін. Аруақтар жол сілтеп, әйтеуір барған қадамымыз құр болмапты. Әзірше осы баланы місе тұтыңдар, бірақ кейін екеулерінің қандарыңнан да сәби сүйесіңдер деп бір ақ сақалды төсіне дейін түскен, кең қолтық ақ шапан киген еңгезердей қария осылай деп айтып кетті. О, тоба, лайым сондайға жазсын, деп күйеуінің айтқан сөздеріне Гүлістанда маржандай тізілген ақ тістерін көрсете қуаныштан күліп жіберді. Менің де басыма соңғы кездерде осындай ойлар келіп жүреді, бірақ саған айтуға бата алмай жүргем. Мейлі, жұрт не айтса соны айтсын. Өйстіп екеуміз бір-бірімізге қарап дүниеден өтеміз бе? Тәуекел. Құдай бұл түсті тектен-текке көргізіп тұрған жоқ. Мен бұл түсті бізге ақ жол сілтеген аруақтардың тілегі деп түсіндім. Деп Төрегелді төргі қабырғадағы қалың кілемнің жоғарғы жағында қатар ілулі тұрған әкесі мен шешесінің портретіне қарады. Анау кісілерде біздің уақытты бос өткізіп жүргенімізді о дүниеде қаламай жатқан болар. Бәрінен де жастың да, жасамыстың да бізге табалай қарайтыны шекеге тиеді екен. Дүниеде шалыс баспайтын, қателеспейтін адам болмайды. Сондай сәттерде олардың бізді тұқыртатын сөздерде даяр. Сол кезде жерге кіріп кете жаздайсың ғой. Әлгі таяқ еттен, тіл сүйектен өтеді деген мәтелдің мағынасын осындайда түсінесің. Енді көп таусылай бермей бала асырап алудың қамына кірісу керек. Ағайыннан бала алудың қажеті жоқ. Жаман айтпай жақсы жоқ. Ертеңгі күні баламды қайтарып бер деп қиғылық салса, даудың көкесі сонда болады. Сондайды болдырмау үшін көз көрмейтін, құлақ естімейтін жерден алу керек. Тілі басқа, діні бөлек, тіпті сонау Америкадан да келіп алып жатқан газеттен оқып, телевизордан көріп жүрміз ғой. Асырауын асырап алса да, сол жаққа апарып, ұрып, соғып, өлтіріп те жатқан көрінеді. Обал сауабы соларды сатқан адамдарда болсын. Құдай ондайдың бетін әр қылсын деді. Төрегелді ашуға мінгендей өңі бозарып. Қажет болса біз сияқты баласы жоқ пақырларға неге бермейді? Баласыз отбасылар Қазақстанда аз ба? Кейде осындай сорақылықтарды естіп білгенде қаның қайнап кетеді екен. Намыстан жарылып көрге кіре жаздайсың. Жарайды, ашуланба төрем. Біз соларға бала іздеп барып, олар бізге бермей қойған жоқ қой. Не үстіне таусыламыз? Бәрінің де реті болады. Жаңағыдай түс тектен-текке кіріп отырған жоқ. Оның артында бір ізгілікті нышан жатыр, деп Гүлістан күйеуін сабырға шақырды. Бұдан басқа да көріп отырған қоқайымыз аз ба? Мен соңғы кездерде осындай сөздерге етім үйреніп кеткен сияқты. Қанша дегенмен өзінің қаракөз қандастарының мұқият асып, атасы басқа біреудің баласына айналғанына жүрегің еріксіз сыздайды екен. Балғын сәбилерді сату да бизнеске айналған көрінеді. Олардың көз жастары жібермейді ғой. Ей, жарайды. Бұдан әрі бұл әңгімені доғарып, енді алдағы болатын істің жөніне көшейік. Өзіміздің жақын достарымыз, ағайындарымыз бар, солармен де ақылдасып көрелік. Әрине, кеңесіп пішкен тон келте болмас деген мәтел бар емес пе?
Әуелі көрші ауылдағы әкемнің үлкен ағасының батасын алсақ дұрыс па деп ойлаймын. Мұсылмандықтың 5 парызын орындап жүрген, молдалығы бар, аузы дуалы азамат қой. Ақылын айтып, ақ батасын берер деп, Гүлстан, сен бұған не дейсің дегенде күйеуіне қарады. Бұл сөзіңді құп алам. Ол кісіге барып сәлем бермегенімізге де біраз уақыт болып қалыпты. Кейде сенің басың қатты жұмыс істеп кетеді, деп Төрегелді жадырай күлді. Гүлстан күйеуінің ашуы ұзаққа бармайтынын ежелден білетін. Мінезінің турашылдығы, ойындағысын ірікпей төтесінен қайратындығы, ештеңені шасырмайтын шыншылдығы, қара ақылды, қақ жаратындай әділдігі әркез әйел көңілінен шығатын ерінің асыл қасиеттері еді. Алайда шындықты қасқайып тұрып бетке тура айтатындығы, ақиқаттан алшақ жүретін, жұмыртқадан жүн қырқатын зәлім, арамзаларға ұнамайтындығы қай уақытта да, қай жерде де белгілі ғой. Қазіргі адамдардың көбісін осындай қасиеттер билеп алған соң, ауылдастарының бір қатары Төрегелдіні жақтырмайтын. Кейбіреуі оны әдейі сөзге шалып, орайы келсе кемсітіп қалуға бейім тұратын. Сондағы айтатын сөздері белгілі ғой. Сол баяғы ұрпақсыз келе жатқандығы. Еркектің де, әйелдің де мұқату үшін табалайтын себептері осы. Сен де біреуге сөз айтатын дәрежеге жеткенсің бе? Әуелі қатыныңның пұшпағын қанатып алып сөйлегін, деп ұлы тілдерін безеп, Төрегелдінің жүрегіне біз сұғып, жарасына тұз сепкендей болатын. Намысына ши жүгірткен осындай бейпылауыз біреудің аузын мұрнын қанға бояп, мүгедек ете жаздағаны тағы бар. Қасында тұрған біреулер араға түспесе әбден ашуға қарайтын, ол әлгіні қу сүйектей мүжіп тастайтыны анық еді. Осыдан кейін барып әлгіндей сөздер ауыл арасында саябыр таба бастаған. Кейбір ауылдастары кезінде мектепте бірге оқыған құрбы құрдастары мен көрші қолаңдары ерлі зайыпты екеуінің жағдайына ежелден түсіністікпен қарап келе жатқан жайы бар. Бұл жерде көре алмашылық деген қызыл көз пәленің де әлсін-әлсін бой көрсетіп отыратынын да жасырудың қажеті шамалы. Не бір қастық, дұшпандық, алауыздықтардың бәрі де осындай пасықтық әрекеттен бастау алатындығы ерлі зайыптыға бұрыннан белгілі жайт. Кезінде 4 түлік малы, мыңдаған бау-бақша, егістігі бар дүрілдеп тұрған ірі колхоз бас аяғы 1-2 жылда тарап, әркім өз күйін күйттеп кеткен қысылтаяң заманда Төрегелдінің әкесі де өзіне тиісті жері мен малын бөліп алған тұғын. Колхоздың ферма басшысы болмаса шөміштің сабын ғана ұстап қалар ма еді, кім білсін. Осыдан 7 жыл бұрын әкесі жарық дүниемен қоштасып, 1 жылдан кейін шешесі өтті өмірден. Қайта көретін қызықтарынан Құдай айырмапты. 2 қыздан кейін ұлын үйлендіріп, басына мал қалдырып, бауырына қазан орнатып үлгеріпті. Барлық өкініштісі сол, олардың немере сүю бақыты маңдайларына жазбаған екен. Бәрі де Құдайысы ғой. Маңдайға не жазса, соны көресің. Төрегелдінің ойын Гүлстанның, ал енді көп қиялдағанды қойып, бір шешім қабылдайық деген даусы бөліп кетті. Басыма бір ойлар келе бастап еді, бөліп жібердің ғой деп, Төрегелді ұйқысы келгендей ауыр есінеді. Дұрыс, бәрі де көре алмаушылықтан басталады деп міңгірледі естілер-естілместей әлсіз дауыспен. Нені ойлап кеттің? Жай әшейін, аяқ астынан бір ой келіп, әке шешемнің аруақтары да бізге риза емес сияқты. Бірақ біз әдейі істеп отырғанымыз жоқ қой. Қойшы төреш, қиялдай бермей. Бәрі де ойдағыдай болады деп Гүлстан келіп күйеуінің шашынан сипап, бетінен сүйіп жұбатқан болды. Дәулетіміз де, сәулетіміз де бар. Оны да Құдай береді. Әжемнің өзі айтып отыршы еді, келін боп түскеннен кейін 7 жылдан кейін ғана бірінші балама жүкті болдым деп. Ол қай баласы әжеңнің? Біз барамыз деп отырған үлкен ағамыз ғой. Сол кісінің батасын алайық деп жайдан жай айтып отырғам жоқ қой. Енді түсіндің ба? Түсіндім деп Төрегелді басын изей бастады. Алматыға кетсек ларекті жауып кетеміз бе? Деп Төрегелді верандаға шығып, терезесі көшеге қараған кірпіштен өрілген дүкенді жанарымен шолып шықты. Содан соң ішінде ДАМАЗ машинасы тұрған гаражға да көз қырын салып өтті. Осы сәтте дарбазаның есігі ашылып, ішке сақал мұрты өскен, оң қолы білегіне дейін шынтиған шолақ, жағына пышақ жанығандай арық, аяғында кетеуі кеткен кедісі бар бір жігіт кірді. Оны көре сала үй іргесіндегі үйшіктен сұрғылт овчарка атып шығып, гүрілдеп үре бастады. Шынжыры қысқа болған соң ит азуы күндіз кірген адамға жете бермейтін. Дегенмен
тайыншадай дәу итті көрген кісі бірден сасқалақтап бір орында тапжылмай тұрып қалатыны анық еді. Төрегелді келген адамды бас аяғына дейін шолып шықты. Көшенің арғы бетінде тұратын барлық адамгершілігі мен мақсатын жынды суға айырбастаған мас күнем екен. Ой, мынау бір аптадай жоқ болып кетіп еді. Көктен түсті ме, әлде жерден шықты ма деп ойлаған үй иесі сыртқа шықты. Ол кім? Деген Гүлстанның да даусы есігі ашық тұрған ауыз бөлмеден саңқ етті. Кім болушы еді? Баяғы өзіміздің көршіміз ғой. Ей, төке, құтқармасаң болмайды, басым сынып барады. Ойбай, басым. Көзімде қарауытып кетті ғой, түге, деп көршісі дарбазаның гаражға таяу түбіндегі ағаш отырғышқа сылай кетті. Үстіндегі көк жейдесі шаң-шаң. Шешесі екеуі ғана тұрады. Кезінде тәп-тәуір жігіт ақ еді. Соңғы жылдары араққа әбден салынып, айықпайтындай алқаш боп кеткен. Әйелі екі баласымен әлде қашан кетіп тынды. Шешесі өз қолын өзі кесеме, әйтеуір ұлының барлық істеген қылығына көніп тұрып жатыр. Сол арақтың кесірінен бір қолдан да айырылды. Осыдан 2 жыл бұрын қақаған қыстың күнінің ақшұнақ аязында араққа сылқия тойы болған. Ол түннің бір уағында қараңғы көшенің бір қуысында жығылып қалып, бір қолын үстіп алған. Содан не керек, дәрігерлер бір қолын шынтағынан кесіп, кейін екінші топтағы мүгедек атанған. Тәп-тәуір өмір сүріп, еңбек етіп бала тәрбиелеп келе жатқан жігіт, біреудің қарғысы тиді ме, әлде Құдай сол көзімен қарады ма, әйтеуір жазмыштан аттап кете алмай осындай күйге ұшыраған. Бейшара шешесі де ұлымен алсам деп әбден мүжіліп бітті. Төрегелді бір жағынан жігітке аяй қараса, екінші жағынан көзге қораш көрініп жатқан оған ендігі сәтте жеркене көз салды. Арақ сұрап келгені бесенеден белгілі. Мүгедектікке төленетін біраз тиын-тебенін шешесінен қояр да қоймай тартып алғандай болып, онысын 1-2 аптаның ішінде ішіп бітіреді. Мүгедек жігіт басын көтеріп алды. Жаңағы киіп келген жейдесіне тағы да дақ түскен. Сыйдиған жіп-жіңішке аяқтары от көсейтін көсеу сияқты қап-қара. Екі көзі ұйқыдан жаңа оянғандай бұлшық-бұлшық болып, қараған адамға біртүрлі жеркенішті әсер етеді. Көзінің айналасы көріктен жаңа шыққан темір сияқты қызарып кеткен. Адам қызға қарайтын барлық игі қасиеттен жұрдай болған көршісі Төрегелдіге жалына бастады. Бір бөтелке берші, Құдай қосқан көрші едік, аясаңшы, деп шолақ қолын ербең еткізді. Ақшаң бар ма? Деп Төрегелді сыпайы сөйлеуге тырысып. Жазып қойшы, пенсиямды алған соң төлеп берем ғой. Ақшаң жоқ болса қайдан ішіп жүрсің? Деп Төрегелді бұл не деп жауап берер екен дегендей орнынан тұра берген көршісіне сынай қарады. Ой, көрші-ай, қайдан ішіп жүрсің деген сөз бе? Анау жайлаудағы бөлемнің үйіне көмектесейін деп бір аптаға барып едім. Қайтада біраз ақша қалтама салып берген. Ол ақшаң қайда енді? Біздің қалтада ақша тұрған ба еді? Сен де зырайды екенсің. Короче, бересің ба жоқ па? Деп мас күнем Төрегелдіге қызарған көзін шарасынан шығара қарады. Ей, сенің қарызың басыңнан асады, деп Төрегелді де қабағын түйе қарады. Ау, Гүлстан, жұрттың қарызы жазылған дәптерді алып келші. Екі арадағы ұсқынсыз әңгімені естіп тұрған Гүлстан лып етіп жүгіріп барды да күйеуінің талабын орындады. Төрегелді дәптерді парақтап жіберді де әлгінің бір ай ішіндегі өтелмеген қарыздарын тауып алды. Ой, ағатай, қарыздың басыңнан асады екен, бере алмаймын. Сенен басқалардың да өтелмеген қарыздары жетеді. Біз бұл дүкенді жұртқа қарызға беру үшін ашқанымыз жоқ. Товар алатын айналымда ақшада болмай барады, деп Төрегелді ренжи сөйледі. Берме, Төрегелді, товардың бәрін кім көрінгенге қарызға таратып отыратын жағдайымыз жоқ, деп Гүлстан да ашу шақыра сөзге араласты. Не дейді? Кім көрінгенің? Кім сенің? Мен бе? Мен қашан кім көрінгенге айналып едім? Деп мас күнемде қырылдақ даусын көтере бастады. Мен сияқты болсаңдар әулесіңдер ғой. Бір қолым шолақ болса да өзім-ақ ақша тауып жүрмін еңбек етіп. Енді сол ақшаң қайда тауып келген? Онда сенің қандай шаруаң бар? Шаруам сол, біз саған қарызға арақ бермейміз, деп Гүлстан да тырсия жауап берді. Жасында салмақты, мінезі әркімге ұнайтын, қонақжайлығы да бір басынан асып жығылатын Гүлстанның соңғы кездерде мінезіне өзгеріс еніп, сәл кішігірім дүниеге кілт ете қалатын қасиетте бойын билей бастаған.
Талай жыл сәби сүйе алмай қапа боп, кей сәттерде небір жетесіздердің табалап, жігерін құм ететіндері келіншектің мінезінің өзгере бастауына үлкен себебін тигізуде заңды еді. Онымен қоймай кейбіреулердің бір нәрсесін өткізіп қойғандай міндетсінетіндерін қайтерсің. Кім қазіргі заманда әркімге жақсы көрінем деп қолындағы дәулетін шаша береді. Бір нәрсені берсең, соңына апталап жүріп түсіп, әкеліп көкелеп өз ақшаңды жалынып жүріп, әзер дегенде қайтарып аласың. Ал бермесең жер жебіріңе жетіп тілдейді, боқтайды, өзінің мүсәпір күйіне қарамай кемсітеді. Осылардың бәрінің көңіліне шығу үшін сұраған затын қолына ұстата беруің керек. Адамдарды түсіну қиынға соғып барады. Әрине ұяты, ар-намысы бар жауапкершілікті ту етіп ұстайтындары да бар. Бірақ уақыт өткен сайын осындайлардың қатары сиреп бара ма қалай? Гүлістан көз алдындағы диуана кейпіндегі адамға зор жиіркенішпен қарады. Мен сенің қарызыңды өтемей бір жаққа кетіп қалады деп ойлайсың ба? Осындайлардың сөздері де мірдің оғындай. Адамды тілдеп қорлағанда бір шалыс баспайды-ау. Өзегіңе ине сұққандай әсер етеді. Шіркін, осындайлардың бәрі айтқан сөздеріне сәйкес еңбек етіп, азаматтық қасиеттеріне кір жұқтырмай жоғары алып жүрсе ғой. Бір ауылда мынау жалғыз болса екен. Мұндайлардың 10 шақтысы бар. Зерігіп, арақ ішіп, ұрлыққа түсіп, біреулерді сабағаннан басқа тындыратын шаруалары да жоқ. Баяғыда колхоз бар кезде осындайлардың жұмыстан қолдары босамаушы еді. Арақ ішуге де уақыттары болмайтын. Ішіп жұмысқа шықпай жатса бастық әкелеріне танытып, ит терлерін бастарына қаптайтын. Осыдан кейін арақ ішіп тәртіп бұзып көр. Ал қазір осының бірі де жоқ. Ей дейтін әже, қой дейтін қожа болмаған соң, әркім өз тағдырының қожайыны болып отыр. Арақ ішіп мас болып жата ма, мал ұрлап түрмеге түсе ме, өз еріктері. Бәрінен де ақ адал еңбегімен күн көріп отырған адамдарды қақсатып жүргендері арқаға аяздай батады. Қайда кетсең онда кет. Саған қайта-қайта ұстата беретін арағымыз жоқ деп түтігіп ашуға мінген Гүлістан сөзін келте қайырды. Солай ма? Саған да тіл шығайын деген екен. Несіне байып жүрсіңдер, асырап отырған бір балаң жоқ. Бала таппаған қатынға да байлық керек емес деп, мас күнем кетілген сары тістерін көрсетіп, ашы жымиды. Осы сәтте Төрегелдінің де ашуы шектен шығып кеткен еді. Оның бір қолының шолақтығына да қарамастан иегінің астынан басымен ұрып кеп жіберді. Күш қайраты жетпесе де жаманның тілі аузында ғой. Темір қақпаны сүзе құласа да ащы сөздерді дауылдай боратып ақ жатыр. Пұшпағын қанатқан қатыныңнан туған екі балаңды үлдеймен бүлдеге орап асырап отырғаның сол екен ғой. Көрінгеннің үйін тіміскілеп ит сияқты үріп жүрсің. Сенен ана көшедегі ит артық. Мына шынжырдағы итті босатып жіберіп, шегіңді шашып жіберейін ба сенің? Әбден ашуға мінген әйелін Төрегелді әзер тоқтатты. Сұр овчаркада шынжырын үзіп кетерде бұлқынып, сояу тістерін ақсита үріп, әзер шыдап тұр. Шынжырынан ағытып жіберсең ақ болды, мас күнемнің түте-түтесін шығаратындай күйде. Адамдардың ашуға басқан дауыстары. Иттің өршелене үргені маңайға естіліп тұрса керек. Сыртқы есік ашылып, іле-ішке арақ құмар жігіттің шешесі енді. Сыңар езуленген иттің назары енді жасы 70-ке таяған, бет жүзін әжім басқан, тыриған арық кейуанаға ауған. Төрегелді дереу итті үйшігіне кіргізіп, есігін жауып қойды. Мас күнемде орнынан тұра берді. Апа, мына ұлыңыз мазамызды алып болды. Арақ бермедіңдер деп екеумізді тілдеп, жер жебірімізге жетті. Неткен сұмдық мынау. Күйеуімнен естімеген сөзді балаңыздан естіп тұрмын, деп Гүлістан еңіреп жылап жіберді. Ой, Құдайым-ай, Құдай ол бергеннен гөрі қып-қызыл пәле берді ғой. Мені тірідей көрге көміп жүрсің-ау. Соншама кімнің қарғысына ұшырадың? Арақ деген әкеңнен қалған несібе емес еді ғой. Сенің мұндай қорлығыңды көргенше әлде қашан өліп қалғаным артық еді. Соншама бұл ит ішкірге құнығып не болды? Араққа салынам деп семьядан айырылдың, бір қолыңды беріп мүгедек болдың. Енді нең қалды көзге көрінетін? Анау жиенімнің берген біраз ақшасын жеткенше ішіп бітірдің. Қалтамдағы зейнетақымның қалған ақшаға жейде алып бердім. Ананы қара, жаңа ғана үйден киіп шыққан жейдені шаң-шаң. Атаңа нәлет, өзің өлмесең мен өлтірейін сені, деп кемпір гаражға сеулі тұрған күрекке ұмтылды. Қойыңыз апа, аман есе тұрғанда үйіңізге алып кетіңіз деп Төрегелді ашуға мінген кемпір достап қалды.
Бұның тірі жүргеннен өлгені артық еді. Пайдасы жоқ. Зияны көп. Немені жайлауға көмекші болсын деп әдейі жіберіп едім. Олардан да арақ сұрап мазаларын алған соң қуып жіберген сияқты. Өздері жіберді дейді, деп кемпір не істерін білмей сүмірейіп тұрған ұлына тістене қарады. Ертең бәрібір естиміз не істегеніңді. Сонда көзіңді шұқитын боламын. Мен сыртта тұрып айтқан сөзінің бәрін естідім. Бұл екеуінен сен садақа кет. Айтты айтпады де. Екі балаң мен қатыныңды үлде мен бүлдеге орап жұрт сияқты өмір сүріп отырсаң, сенің жолыңды біреу қиып өтті ма? Біреу тоңып секіреді, біреу тойып секіреді деген осы-ау. Тілдемей көршілерді. Алыстағы ағайына жақындағы көршің артық деген. Бір нәрсе сұрап келсем Төрегелді де, Гүлстан да көңілімді қайтармайды. Әке шешелер де қандай жақсы кісілер еді. Көрісімен алсаң, көмусіз қаласың ақымақ. Соны ойлауға мына басың жетпей жүрма деп, кемпір екі саусағын бүгіп ұлының басынан нұқып-нұқып жіберді. Жүр үйге. Енді арақ сұрап осында келуші болсаң, анау әкеңнің жылқы соятын кездігін өңменіңе бойлатып алам. Белімде соңғы кезде сырқырап ауырып жүр. Іштен шыққан соң өз қолыңды өзің кесе алмайды екенсің. Сендер де бұның сөзін көңілдеріңе алмаңдар балам. Іргеннің аузынан шіріген сөз шығады деген ғой. Аққа құдай жақ деген. Сендер де бүйтіп жүрмейсіңдер ғой. Бәрі де болады. Біреуге бақыт ерте, біреуге кеш келеді ғой. Сол ерте келген бақытты осында ұстай алмады ғой, анау арақ құмар жүгермек, деді кейуана сыртқа шығып бара жатқан баласының соңынан жабырқау көз тастап. Енді осы үйдің табалдырығын аттап баспайтын болады. Қазір барып бәрін де айтам ғой. Жалғасы бар. Құрметті тыңдарман, қазақша арнамның дамуына қолдау көрсетіп, лүпіл мен қоңыраушаны басып тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Келесі шығарылым тек қана сіздер үшін.